Қазір достар, мен дұрыс тамақтануды қолға алғалы бері мүлдем қант қосылған өнімдерді жемеймін. Жақында ғана бір квас алғам ғой, ол квас қантқа толы екен. Сөйтсем құрамын оқымағам, ұрттап қалған едім, аузыма қант толып қалды. Сосын құрамын оқысам, дрожь, ашытқы, қант бар екен. Енді сұмдық ана қант. Алдым да төгіп тастадым. Соңында дейін ішкен жоқпын. Мына қант өнімдерін басында мен үшін өте қиын тұғын. Қант қоспай тамақ жеу, қант қоспай шай ішу, жалпы әрдайым бір тәтті нәрсе жегім келіп тұратын. Қазір сол нәрседен бас тартқалы бері мен үшін тіпті дүкен сөресінде тұрған заттар, қантты өнімдер, мүлдем жиіркеніш сезім оятады ғой. Алғым келмегендігі соншалықты қарамаймын да. Бұрын мен сондай өнімдерге қарап, алғым кеп, жегім кеп, шіркін бір күні анандайын алып жесем екен, мынандайын алып жесем екен деп ойлап, шынымен де сол нәрселерді алып жеп, шоколадтың неше түрлісін жеп, бұрындары сөйтетімін. Қазір мен үшін ол қантты өнімдердің ешқандай мәні мағынасы жоқ. Осы қантты өнімдерді жемегелі бері менің шынымды айтайын, өз-өзімді сезінуім жақсарды. Яғни өз-өзімді жақсы сезінетін болдым. Ерте оңай тұратын болдым. Шаршаңқылық кетті, ашушаңдық кетті, шүкір. Қазір бар нәрсені ойлап, саралап, реттеп шешім қабылдайтын жағдайға жеттім. Осының бәрі қанттан бас тартқанның арқасы.